Балалар, бүгін біз өте қызықты тақырыппен танысамыз. Ол денелердің көлемін өлшеу. Бұған дейін біз тек сұйықтардың көлемін мензурка арқылы өлшеуді үйрендік. Ал енді сұрақ, қатты денелердің көлемін қалай өлшеуге болады? Кейбір денелердің пішіні дұрыс геометриялық фигураларға ұқсайды, мысалы, куб, параллелепипед, цилиндр, призма. Мұндай денелердің көлемін біз формула арқылы оңай есептей аламыз. Мысалы, куб үшін көлемін анықтау формуласы В тең А куб, цилиндр үшін В тең пи көбейтілген R-дің квадраты көбейту H биіктікке. Төртбұрышты дененің көлемін анықтау үшін ұзындығын, енін және қалыңдығын көбейтіп заттың көлемін оңай анықтауға болады. Бірақ табиғаттағы заттардың барлығы ондай әдемі формада бола бермейді. Мысалы, тас, кілт, монета немесе жаңғақ, бұлардың пішіні дұрыс емес. Ендеше олардың көлемін қалай анықтаймыз? Ол үшін бізге мензурка, яғни өлшеуіш цилиндр көмектеседі. Бірінші алдымен мензуркаға белгілі бір мөлшерде су құямыз. Екінші, судың бастапқы көлемін белгілейміз, мысалы 60 мл болсын. Үшінші, енді қатты денені суға саламыз. Менің жағдайымда бұл пішінсіз тас салынған соң су деңгейі көтеріледі. Төртінші, судың жаңа көлемін белгілейміз, мысалы 90 мл менің қолымдағы тас салынған мензуркада, ал дененің көлемі осы айырмаға тең болады. 90 мл-ден 60 мл-ді азайтамыз. 30 мл бұл суға салынған пішінсіз тастың көлемі болады. Яғни, дене суға батырылған кезде өз көлеміндей суды ығыстырып шығарады. Бұл әдіс Архимед принципіне негізделген және табиғаттағы кез келген пішінсіз дененің көлемін анықтауға мүмкіндік береді. Сондықтан, балалар, мензурка тек сұйықтарға арналған құрал емес, ол зерттеушінің ең сенімді көмекшісі. Енді бәріміз бірге қолда бар кілт немесе монеталарының кез келген пішінсіз ұсақ заттардың көлемін өлшеп көрейік. Кім біледі, бәлкім сендердің кілттерің мен монеталарыңның көлемі бірдей шығар.